Шымкент қаласы номер 89 IT мектеп лицейінің директордың бейінді оқыту ісі жөніндегі орынбасары, көркем еңбек пәні мұғалімі, педагог зерттеуші Наримбетова Сепетзибаева. Шымкент қаласы білім басқармасының әдістемелік орталығы ұйымдастыруымен өтіп жатқан сабақтар шеруіне 8-ші сыныптың шығармашылық жұмыстарды орындау тақырыбындағы сабағымызды ұсынамыз. Сіздермен қыздар. Отырамыз. Қыздар, бүгінгі сабағымыз алдыңғы сабағымызда басталған тақырыпты жалғастыратын боламыз, бірақ сабақты бастамас бұрын, сабақтың мақсатымен таныстырмас бұрын, мен сіздерге геометриялық шәкілде қиылған қағаз қиындыларын ұсынғым келіп отыр. Әрқайсыңыз маған келіп таңдап алсаңыздар, бір-біреулер таңдап алыңыздар. Енді жайғасып, орындарымызға жайғасамыз және қиындыларымызға қараймыздар. Қиындыда көрсетілген композицияны құрастырып, топқа бірігіп аламыз. Іздейміз. Композицияның екінші элементін іздейміз. Толық композиция құрастырылу керек бізде. Қыздар, біз сендермен таратылған қиындыларды біріктірдік. Біріктірген кезде бізде ою-өрнек композициясы шықты. Ал енді сіздерге ұсыныс. Біз өткен сабақта осы шит ору өнері, киіз басу өнері тақырыптарын өтіп келдік. Өткен сабағымызды пысықтау мақсатында сіздерге осы ою-өрнек композицияның қиындыларын екінші бетін аударуды ұсынамын. Аударамыз және тағы да сөз бойынша құрастырамыз. Өзіміздің композициямыздың екінші бетін аударамыздар, жылдан тағы да ауыстырып құрастырамыз. Сіздерге ұсынылған геометриялық шәкілде қиылған қиындыларын келесі бетіне аударып құрастырды. Және бізге үй тапсырмасына берілген, пысықтауға берілген сұрақтар шықты, дұрыс па? Ал бірінші топ, оқыңыздаршы, сіздерге қандай сұрақ шықты? Бізде бірінші сұрақ орама шиге түсінік беріп өтіңіздер деген. Орама ши әрбір шидің сыртына бояулы жүн оралып, орама ши жасалынады. Иә, өте дұрыс. Екінші сұрақтарыңызды оқыңыздар. Қай жерде пайдаланады? Яғни керегеге айналдырып теріп шыққанда шиді ол кезге керемет көріп беріп тұрады. Жарайсыздар, керемет дұрыс. Ал екінші топқа берейік, сіздерге берейікші, сіздерге қандай сұрақ шықты? Бірінші сұрақ ол ақ шиге түсінік өтіңіздер. Ақ ши бұл жүн тоқылған, тек қана шидің оралып жасалған ойынын яғни шиді түрі. Иә, және ол не үшін ақ ши деп аталады? Өйткені оны аршып, сыртқы қабығынан аршып, жасалынған ши ақ ши деп аталады. Жарайсыздар, екінші сұрақ. Қандай сұрақ түсті? Ақ шиді қай жерде пайдаланады? Ақ шиді киіз басуға, етті малды сойған кезде еттің астына қою үшін пайдаланады, және де бөле тоқуға пайдаланады. Жарайсыздар, рахмет, өте дұрыс. Үшінші топ, сіздердің сұрақ. Шым шиге түсінік беріп өтіңіздер. Әрбір талдың сыртынан ойылған бояулы жүннің түрі ол шым ши деп аталады. Екінші сұрақтарымыз. Қай жерде пайдаланады? Ішіне тақталатын, туырлық ішіне тақталатын жерде, ою-өрнекті жерде пайдаланады. Дұрыс, жарайсыздар. Демек біздің үш тобымыз анық болды. Бірінші тобымыз орама ши тобы, екінші тобымыз шым ши тобы, және үшінші тобымыз ақ ши тобы болып белгіленді. Жарайсыздар, енді осы үш топта топтық жұмыс атқарамыз. Үш топтың аты белгілі болды. Енді жалғастырайық сабағымызды, қыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбымен таныстырып кетейік. Бүгінгі сабағымызда сіздермен шығармашылық жұмыстарды орындау тақырыпта өтетін боламыз. Біздің сабағымыздың оқу мақсаттарына келетін болсақ, шығармашылық жұмыстар мен бұйымдарды жасау барысында қазақ ұлттық мәдениет элементтерін пайдалану бірінші оқу мақсатымыз. Екінші оқу мақсатымыз қауіпсіздік ережелерінің маңызы мен сақтық шараларын сақтауды жариялау арқылы материалдар мен жұмыс құралдарын пайдалану. Өн бойында, сабақтың өн бойында осы оқу мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған нәтижелі жұмыс жасаймыз, қыздар. Ал енді бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаттарымен таныстық,
және ши тоқу өнерімен біз сіздермен алдыңғы сабақтарда танысып келдік. Қыздар, шидің 3 түрі болады дедік: орама ши, ақ ши және шым ши. Және осы шилардың біз тоқу өнерлерімен алдыңғы сабақтарда және бүгінгі сабақтарда жалғасып танысамыз. Ал сіздерге мен бүгін қазақ халқының ши тоқу өнерімен айналысып келе жатқан, қазіргі біздің заманда қазақ халқының осы өнерін дамытып келе жатқан шеберлердің өнерімен бір танысып өтіп кетейік. Және осы бейне материалдағы бүткіл берілген мәліметті мұқият тыңдауларыңызға ұсынамын. Өйткені сабақтың соңында осы бейне материал бойынша сіздерге сұрақтар қойылатын болады. Біздің кейіпкеріміз Гүлнар Өмірбек 20 жылдан астам ғұмырын ұлттық қолөнерге арнаған. Осы бағдарламада қазақтың көне өнері ши тоқудың қыр-сырымен бөліспек. Киіз жақсы басу үшін, көзірек басу үшін ши тоқып, шидің үстіне салып, киізбен мысалы шимен орап тоқыған. Сол уақытта киіз жақсы үзіліп, тезірек басылатын болған. Шиден тоқыма тоқу үшін ши ағаштары арнайы дайындалған қойдың жүнінен станок қажет. Бұл ретте айта кетерлігі, ши тоқу үшін қабығынан тазартылған шидің жуандығы мен ұзындығы біркелкі шилер таңдап алынады. Көне өнер жергілікті дамып келе жатқанын ескерген жөн. Мәселен, бұл өнерді енді меңгергісі келетін жандарға оңай болу үшін болашақ бұйымның денесін алдын ала қағазға сызып алуға болады. Новайды сызып алу керек. Бізде қандай не жасағымыз келеді мысалы? Бүгінгі енді сабағымыздың практикалық бөліміне келдік. Және бұл бөлімді бастамас бұрын біз міндетті түрде сіздермен көркем еңбек сабағында қауіпсіздік ережелерін қайталап өтуіміз керек. Қауіпсіздік бүгінгі сабағымызға тиесілі қандай қауіпсіздік ережелерді сақтауымыз керек? Кім айтып жібереді, қыздар? Иә. Бүгінгі сабақта бізде ыстық желі мен қайшы қолданылады. Оның арнайы өзінің қолдану техникасы бар. Қайшыны қолданған кезде оны қолданатын адамды алаңдатпау керек, және де құрбыңа берген кезде міндетті түрде тұтқа жағымен беру керек. Және де үшінші ереже, бізде қайшыны қолданып болғаннан кейін оны арнайы өзінің ыдысына, қобдишасына салып қою керек. Және де ыстық желімді электр тоғына қосқан кезде оны міндетті түрде құрғақ қолмен қосып, құрғақ қолмен өшіруіміз керек. Кейін оны қолданып болғаннан кейін оны суытып, арнайы қобдишасына салып қоюымыз керек. Жарайсыздар, рахмет. Өте дұрыс. Ал осы қауіпсіздік ережесін сабақтың бойында сақтаймыз, қыздар. Бұл қауіпсіздік ережесі біздің өміріміз, денсаулығымыз сақтау үшін өте қажет. Сондықтан барлықтарыңыз қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, бүгінгі шығармашылық жұмысты орындау тақырыбымыздағы практикалық жұмысты бастаймыз. Ал енді өткен сабақта, қыздар, біз сіздермен арнайы спашкамен жұмыс бастадық. Және біздің спашкаларымыз шидің рөлін атқарып жатыр бүгінгі таңда. Және екі түсті үйлесімді тоқыма жіпті алып, ою-өрнек композициясынан ши тоқу паносын бастадық. Бұл жұмыстарымыз бізде өткен сабақта басталды, және бізде арнайы шпажкаға біздің тоқыма жіптеріміз композиция бойынша оралды. Ал енді бүгінгі сабақта мен сіздермен осы композицияны қалай бүктіру керек екенін техникасын үйрететін боламын. Біз сіздермен өткен сабақта біздің шиімізге екі тоқыма жіпті таңдап алдық. Ол тоқыма жіп біздің таңдаған ою-өрнек композициямызға сай болды. Ал енді мен сіздерге бүгінгі сабақта шиге оралған тоқыма жіп осы дайын үлгідегі шиімізді бір-бірімен қалай біріктіруін үйретемін. Біздің қалыпта 3 арқау жіп жүргізілген. Біздің оралған шиімізді композицияның ретімен қоямыз. Және біздің жібімізді шиді бір-бірімен біріктіріп орау үшін бірінші қатарда сол жақтан, екінші қатарда оң жақтан ораймыз. Осы әдіспен ораймыз және біріктіру үшін тартамыз. Екінші жібімізде сол жақтан бастап ораймыз. Жіптің астынан және ішінен өткізіп ораймыз. Дәл осындай тәсілмен екінші шиді қойып, оң жағынан бастап орайтын боламыз. Қыздар, бүгінгі сабағымыздың тәжірибе бөлімі. Алдарыңызда қойылған ноутбуктарды ашсаңыздар, барлықтарыңыздың ноутбуктарына мен бүгінгі тәжірибе сабақтың видеосын жүктеп қойған болатынмын.
ашамыз және ол жерде орындалу, бүгінгі орындалу, сабақта орындалу техниканы бейнебаянға қарай отырып жасаймыз. Бүгінгі шығармашылық жұмыстарымызда аяқтағандар бар ма? Айнисамыз біздің бүгінгі шығармашылық жұмысты аяқтап қойдық. Айниса, жалпы осы бүгінгі орындалған шығармашылық саған ұнады ма жұмыс? Және бұның техникасында қандай ерекшеліктер бар екен? Осы шығармашылық өзінің жұмысы туралы айтып кетсең. Мен бүгінгі шығармашылық жұмысымды аяқтадым. Маған бұның жасалу техникасы ұнады және де бұл үйдің интерьеріне сәндік қызметін атқарады. Және бұның ерекшелігі өте жылдам орындалады және қолжетімді. Жарайсыздар, рахмет. Ал оқушылар, бүгінгі сабағымызды, бүгінгі тақырыбымызды қорытсақ, қорытынды сұрақтарға маған жауап берсеңіздер, жалпы қатыспаған оқушылардың барлығы қатысса, бүгінгі сабақта біз өткен сабақтарға қарағанда тағы да қандай өзіміздің қорымызға қосымша мәлімет қоса алдық? Кім айтады? Өнеріне қосымша мәліметтер толықтыратын болсам, жалпы ши тоқу өнері ол баяғы көшпелі халық және де жартылай отырықшы елдердің арасындағы белгілі бір ерекше қолөнердің бірі болып табылады. Ол жалғыз қазақ елі емес, қырғыз, қарақалпақ және тағы басқа түрік елдерінде кездеседі. Жалпы осы ши тоқу өнерінің басты процесі ол ою-өрнекті дұрыс таңдау. Бүгінгі сабақтың барысында көрсетілген сіздерге бейнематериалдағы шебердің ши тоқу технологиясы мен біздің бүгінгі сабақта жасалған ши тоқу пано технологиясында айырмашылық бар ма? Кім айтады? Айта қойыңыз. Айырмашылығы бейнедегі шебердің ши тоқу өнеріндегі арқау жіп екі жаққа тас қойылады. Әрбір ши қойылған сайын екі жаққа айқастырып отырады. Ал біздің істеп жатқан паномызда ол орау арқылы, байлау арқылы жүзеге асады. Ал қыздар, бүгінгі сабақтағы біздің орындалып жатқан ши тоқу өнерінің технологиясы тиімді ма? Кім айтады? Аяулым айта қойшы, қатысқан оқушылардан сұрайықшы. Тиімділігі біздің жасау технологиясы өте оңай болып келеді және материалдарының бағасы да қолжетімді. Жарайсыз. Бүгінгі сабақтың өн бойында біз қандай қауіпсіздік ережелерін сақтап орындадық және оны қандай құралдармен орындадық? Кім айтады? Біз бүгінгі сабақта жұмыс барысында біз техникалық қауіпсіздік сақтық ережелерін қолдана отырып орындадық. Яғни оларға ыстық желім, бар желім және де қайшық. Осы құралдармен қауіпсіздік ережелерін сақтай отырып орындадық. Жарайсыздар, рахмет. Ал қыздар, бүгінгі сабақтың барысында біз сіздермен шығармашылық жұмысты жалғастырдық және өткен сабақта біз сіздермен шиді қалай орындау, орау, оған тоқыма жіпті үйлестіріп композиция бойынша орауды үйренген болсақ, бүгінгі сабақта оны арқау жіп арқылы шиді тоқу технологиясын меңгердік. Ал бүгінгі сабақ сіздерге қай тұсымен ұнады және маған деген қандай келесі сабаққа ұсыныстарыңыз бар екенін мен сіздерге ұсынған стикерге жазып білім қоржынына салсаңыздар екен. Өз ұсыныстарыңыз жазсаңыздар, сабақтың ұнаған тұсы, сабақтың сәтсіз болған тұстары болған болса, және келесі сабаққа сіздер қандай мәлімет күтесіздер, қандай мәліметке қанық болғыларыңыз келеді. Осы ұсыныстарыңызды жазып, білім қоржынына салсаңыздар, келесі сабаққа сіздерге үй тапсырма берілуде. Үй тапсырмасында бүгінгі сабақта бастаған ши-шиларыңызды аяқтамаған қыздар келесі сабаққа орындап аяқтап келесіздер. Және 4-ші параграфта 14-ші 15-ші беттен оқып өз түсініктеріңізді келесі біздің сабағымызда айтатын боласыздар. Жазып алыңыздар дәптерлеріңізге жазып алыңыздар үй тапсырмасын.